Сәлеметсіздер ме балалар? Ана тіл сабағы 50-ші сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз сөйлемдегі сөздердің байланысы. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Тақырыбы бойынша өлең мазмұнын болжа. Өлеңді тыңда. Наурыз басы ырыстың, ұлы күні ұлыстың. Жер бусанып тоң жібіп, ашылады тынысың. Мейіріммен астасқан, ізгілікпен достасқан. Ән шалқытып, күй тартып, наурызда ел бас қосқан. Серік Әкірәмұлы. Тоң дегеніміз суықтан қатып қалған жер қабаты. Ізгілік, қайырымдылық, жақсылық жасау деген мағынаны білдіреді екен. Наурыз мейрамы туралы не білесің? Ол кезде табиғатта қандай өзгерістер болады? Наурыз мейрамында адамдар бір-біріне қандай тілектер айтады? Өткен сабақта біз наурыз мейрамы туралы жалпы өттік балалар. Соларды естеріңе түсіріп айтып көріңдер. Екінші жаттығу, мәтінді көшіріп жаз. Наурызек көктем құсы. Бұл құсты ел күтіп жүреді. Оған жем шашады. Наурызекті ешкім үркітпейді. Соңғы сөйлемдегі сөздердің байланысын сызбамен көрсет. Наурызек туралы дерек көздерден біліп ал. Үшінші жаттығу, суреттерді пайдаланып сөз жұмбақты шеш. Бірінші нан, екінші айран, үшінші су, төртінші құрт, бесінші тары, алтыншы қымыз деген сөз шығады екен. Сонда жалпы наурыз деген сөз жұмбақ шешіліп тұр екен балалар. Сау болыңдар, каналға міндетті түрде тіркеліп алыңдар.